Ойлан таб арнасына қош келдіңдер. Бүгінгі видеода жануарларды табу керек болады. Сұрақ саны 45, ойлануға 5 секунд, әрдүш жауапқа 1 пайдан беріледі. Ұпай санды комментарияға жаза кет. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпа. Ал ендеше бастаймыз. Бұл қандай жануар деп ойлайсың? Әрине, арыстан. Ал келесі жануарды тауып көрші. Жолбарыс, жарайсың. Бұл жыртқышанның атауы қалай? Әрине, қасқыр. Түлкі. Бұл бізде аю. Ойлан таб арнасының көрермендері, біздің арнамызды 99% адам тіркелусіз көреді екен. Сол себепті видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті баса кетсеңдер, 20 мың оқырманға өте аз қалдық, бірге жетейік. Әрине, бұл бізде қоян. Дұрыс таба алдым ба? Бұл киік. Жарайсың, бұл бізде бұғы. Егер де дұрыс таппаған болсан, біліп жүр, бұл марал. Әрине, бұл бізде түйе. Жылқы. Бұл үй жануары сиыр. Бұл бізде қой, жарайсың. Ал бұл бізде ешкі, сен бұны білдің бе? Әрине, бұл ит. Мысық. Жануарды тап. Шошқа. Бұл бізде керік. Ал бұл болса піл. Маймыл. Арқар. Қабан. Сусар. Бұндай жануарды естігенсің бе? Борсық.
Құлан. Есек. Құндыз. Суыр. Теңіз мысығы. Бұл бізде акула. Дельфин. Бұл бізде кит. Әрине, балық. Әрине дұрыс, бұл бізде бақа. Жылан. Кесіртке. Тасбақа. Қарлығаш. Үкі. Бұл бізде қыран. Ал бұл болса бүркіт. Кептер, кейбір жерде көгершін деп те аталады. Бұл бізде тауық. Бұл бізде қаз. Ал бұл болса үйрек. Қанша ұпай жинағаныңды комментарияға міндетті түрде жаза кет. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпа. Алда әлі талай қызықты видеолар болады. Келесі кездескенше қош болыңдар.